дейміз. Мынау менің алдымда тұрған сиқырлы есік. Осы сиқырлы есікте көптеген тапсырмалар бар екен. Тыңдашы. Бірінші сандар айтамызшы. 1, 2, 3, 4, 5. Аяқпен кіреміз. Аяқ табан ізімен кіреміз. Көзді қадауыш. Кабан. Мынау не? Қандай дейміз? Шие. Мынау не? Ішінде қандай кішкене? Үш. Күлеміз білдірші. Бірінші күлеміз. Қайда? Бала бұл үйіміз қандай? Сиқырлы қорапшаны сәкетті. Қараш, сиқырлы қорапшаның ішінде бізде не шықты? Текшіге көп ешіктер, бала, осы текшіде бізді не сөйледі деген? Енді мамандық қандай шыққаны мамандық бар? Осы біздің мамандықтар, иә? Қазір жаңа керек бар біздің мамандықтардың жанында QR код қадамын ішінде бала. Осы QR кодпен біздің мамандықтарды сөйлетуге болады екен. Телефон керек екен. Осы телефон ашып, QR код арқылы біз мамандықтарды сөйлете аламыз. Мен ұстаз, жүрек көлдерем, ой саламын, өссін деймін, күніммен, жан жылуым, шуағым. Болып жүргенді өзім жақсы көремін, дәрігермін мен. Мен ұстазмын, нұр берем, бала жүрек көлдерем, ой саламын, біліммен, өссін деймін, күніммен, бала менің тұғарым. Мен ұстаз. Шаштараз бұл өте қызықты мамандық. Шаштараз адамдардың шаштарын әртүрлі стильдер жасайды. Олар әр адамның көңіл-күйіне, тұлғасына қарай шаштарын сәндейді. Мамандық қалашығының аташы. Мамандық қалашығы. Осы қалашыққа біз серуенге не барамыз? Автобуспен барып кетеміз, иә? Аспаймыз. Жаяу жүргінші жолға келдік, иә? Жаяу жүргінші жолға қандай жол болды, қарашы? Бағдаршам тұрады екен, қарашы. Бағдаршам түсі қандай? Қызыл, сары, жасыл, иә? Жамамыз. Бүгін біз мамандық қалашығына саяхатқа бардық. Сендерге ұнады ма? Иә. Балалар, онда мамандық қалашық саяхатында қандай мамандықтар көріп атап өтейікші? Айтыңызшы балалар. Дәрігер. Өрт сөндіруші. Аспаз. Ой, жарайсыңдар балалар. Балалар, менің алдымда мамандықтардың құрал-жабдықтары мен көліктері бар екен. Барлығын жеке-жеке атаймыз ба? Иә. Мынау кімнің көлігі? Өрт сөндірушінің көлігі екен, иә? Мынау кімнің қобдишасы? Дәрігердің, айға. Балалар, мынау кімнің ыдысы? Аспазшының, иә? Мынау кімнің қол-жабдығы? Ой, жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер өте бүгін жақсы, тәртіпті бала болдыңыз.